Сәлеметсіздер ме, құрметті Қарасай инфо желілік басылымының оқырмандары. Біз сіздерге өткен жолы байқау жариялаған болатынбыз. Ол байқауымызда ерекше болып, бұл жолы біз 2 жеңімпазды анықтайтын боламыз. Ал ендеше уақыт созбай, экранға назар аударыңыздар. Ал мінекей біздің парақшамыз. Біз байқау жариялаған, енді шығармамызды тауып алайық. Міне. Сәлеметсіздер ме, құрметті қарсылықтар. Өздеріңіз көргендей, міне сол жарияланым. Астына біздің оқырмандар өз достарын белгілеп, пікір қалдырған. Ал енді осы шығармамыздың сілтемесін жүктеп алайық. Міне арнайы рандомайзер сайты. Өздеріңіз кіріп, тексеріп көрсеңіздер болады. Біз осында сілтемені жүктейміз. Жүктелді. Ал енді баршаңызға сәттілік тілейміз. Біз ойынды бастайық. Керемет. Міне Леся 26 атты біздің парақшамыздың оқырманы бірінші жеңімпаз атанып отыр. Біздің алғашқы жеңімпазымыз енді осы кісінің парақшасына кіріп көрсек. Мінекей, біз айтқандай біздің толық шарттың бәрін орындаған, біздің парақшамызға жазылу міндетті және 5 досын белгілеп, пікір қалу міндетті болатын. Мінекей, біздің айтқанымыздың барлығын орындаған. Лесяған сізді құттықтаймыз. Сіз біздің алғашқы жеңімпазымыз атанып, 5000 теңге көлемінде қаржылай ұтысты ұтып алдыңыз. Ал енді сіздердің естеріңізге сала кетсек, біздің жобамыздың демеушілері Қарасай аудандық және Қаскелең қалалық әкімдіктері. Ал енді біз екінші жеңімпазымызды анықтауға кірсек, экранға назар аударсаңыздар. Енді баршаңызға сәттілік тілейміз. Керемет, мінекей Дука Көке есімді біздің оқырманымыз жеңімпаз атанды. Ал енді біздің шарттарымызды орындағанын тексерсек. Мінекей Дука Көке есімді азаматтың парақшасы. Міне Еркебұлан Бейсенов есімді азамат біздің жобамыздың екінші жеңімпазы атанды. Сізді құттықтаймыз. Сізде біздің екінші 5000 теңгелік қаржылай ұтысымызға ие болдыңыз. Ал ендеше басқа көрермендерімізге сәттілік тілейміз. Біздің бұл байқауымыз мұнымен тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта бұдан да күшті, мықты байқаулар ұйымдастырылатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.